Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін әдеттегідей сіздерге бір өзімнің кухнямдағы бір кезекті тағам дайындауымен бөліскім келеді. Мен бүгін кәдіден осындай бір котлет жасайын деп жатырмын енді. Егер сіздерді қызықтырса, менімен бірге болыңыздар. Дайындау жолы өте қарапайым, қоспалары қолжетімді, сондықтан да анда-санда болса да пісіріп тұрсаңыз өте керемет болады деп айта аламын. Ол үшін мен екі шағын ғана кәді алдым да, жаңа кабачки ғой енді. Соны жақсылап тазалап алдым да, үккіштің үлкен көзінен өткізіп жатырмын. Құрметті менің оқырмандарым, сіздер менің арнама кіріп, маған жақсы қолдау білдіріп, лүпіл басып, арнама тіркеліп жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдірем. Алла разы болсын. Бақытты болыңыздар, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер демекпін. Міне мен кәдімді жаңағы өткізіп алдым, оған бір азғантай тұз қостым да, басқа жұмыстарымды жасағанша қойып қоям. Ол өзінің суы бөлініп босап тұру керек. Енді сарымсақтан мен екі үлкенін алдым. Егер уақ болса 3-4 алсаңыз да болады. Оны да уақта өткізіп алып жатырмын. Және 1-2 картопты, оны да үккіштің ірі көзінен өткізіп алам. Қанша алсаңыз да енді өзіңіз білесіз, енді екеуі тең болғаны дұрыс болады. Сондықтан мен көбіне көз мөлшермен ала берем. Енді жаңағы кабачкиімізді суын жақсылап тұрып сығуымыз керек. Бұл кабачкиді өте жақсылап тұрып суынан ажыратып алмасаңыз, ол жаңағы суы шыға беретін бір сондай бір өнім, көкөніс. Сондықтан қайта жаңағы суынан ажыратып алыңыздар дегім келеді. Өйткені бізге жұмыс барысында сулы болса, ол жаңағы тағамымыз дұрыс шықпай қалады. Сондықтан әптен суынан ажыратып алыңыздар. Міне картоптың өзінен ойдай су шықты. Енді мен бір сәбізді де күштің үлкен көзінен араластырып жіберіп жатырмын. Сосын бір азғантай көкөніс аламыз. Көкөністерді уақтап ішінен турап салып жібереміз. Өзіңізде қандай көкөніс бар, сала беріңіз. Менде бүгін кинза менен укроп. Сол екеуін салатын болам. Және сыр алдым. Менде бұл бір 300 грамдай мекен, 400 грамдай мекен шағын ғана сыр. Соның жартысын ғана қосайын деп жатырмын. Онша үлкен емес сыр. Көп қоссаңыздар жүзе жақсы болады. Міне жаңағы сарымсағымызды және 1-2 жұмыртқамызды қосып, бәрін араластырамыз. Жұмыртқаны болса, кішкене көбірек араластырып жіберуге болады. Мен дәмдеуіштерден қара бұрыш салып жатырмын, баяғы өзіміздің тұзымыз. Содан соң бір 5-6 қасық панировочный сухари салып жіберіп жатырмын. Егер сіздің массаңыз жаңағы су болатын болса, енді ылғалды болатын болса, тағы да қосып жіберуге болады. Енді түсі әдемі болу үшін мен біразғандай паприка да қосып жіберіп жатырмын. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы бұл тағы да айтам, өте суы қайта шыға беретін өнім болғандықтан, жаңағы егер массаңыздан су ылғал білініп тұратын болса, кішкене ұн немесе жаңағы панировочный сухари тағы да қосып жіберіңіз. Бәрін де көз мөлшермен алам мен. Сондай-ақ қолыңыздың көмегімен осындай котлет тәрізді форма шығарып аласыз.
тылсым тәуір тамақ шығады. Макаронның қасына подливасы менен салып берсеңіз, керемет тойымды тамақ болады. Міне осылай менің жаңағы массамнан ойдай котлет шықты. Өте пайдалы көкөністерден жасалатын жеңіл тамақ. Міне енді оны біразғандай мен ұн алам да, соған қайта жақсылап тұрып орап алам. Аунатып, формасын өте жақсы ұстайды. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, немесе менің арнама бірінші рет кіріп тұрсаңыз, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз дегім келеді. Өзіңіздің алған әсеріңізді жазсаңыз жүзе жақсы. Менің арнамның дамуына сіз үлкен үлес қосқан болар едіңіз. Бұл менің өзімнің хоббиім деп айтуға болады. Үйде күн ұзағына бос отырғаннан соң өзіме осындай ермек тауып алдым. Ізденуге де жақсы, ұмытшақтықтың да алдын аласың деген сияқты өзімнің хоббиім, зейнеткерімін. Өзімнің білгенімді басқалармен де бөлісіп отырайын деп осы каналды ашқан болатынмын. Сондықтан да менің арнама қош келдіңіздер. Міне мен біразғандай өсімдік майына котлеттерімді қуырып жатырмын. Екі ортада телефоным шырылдап қалып, менің алғашқы котлеттерім кішкене күйіңкіреп кетті. Негізінде ондай күйдіріп алмауға тырысыңыздар. Және котлетті екі жағын кезекпе-кезек қуырып алсаңыздар өте жақсы болады. Енді бұл котлеттің құрамын өздеріңіз көрдіңіздер, көп ұн жоқ, тек қана панировочный сухари салдық. Сондықтан да таза көкөністен тұратын котлет. Онша көп уақытты қажет етпейді, екі жағын кезекпе-кезек аударып, әдемі түс шыққанша қуырып алсаңыз болғаны. Егер қуырған сізге ұнамаса, онда духовкаға да пісіріп алуға болады. Мен бірде духовкаға пісірем, бірде осындай қуырып алам, бір мезгіл қуырып жегенде жақсы. Міне менде осындай котлеттер шықты. Мен оны помидордан гүл жасап, кинзаның жапырақтарымен әдемілеп қойдым. Міне құрметті менің оқырмандарым, осы мен өзімнің бейнемді аяқтаймын. Егер қызықтырса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Мен әлі талай жақсы рецепттер салып тұратын боламын. Әзірге мен сіздермен қоштасамын. Қош, сау болыңыздар демек. Қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер демекпін тағы да. Келесі кездескенше менің жақсыларым, сау болыңыздар.